bir ғана шарты бар. Оны қазір барлығымыз дәптерді ашамыз да. Мен енді сұрақ шыққан кезде дұрыс жауапты дәптерге түртіп отырамыз балалар. Бастаймыз ба, дайынбыз ба? Мұғалім қайда? Келесі сұрақ балалар, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің ерекше бөлімінде қылмыстық жаза шаралары мен түрлерін анықтайтын құқықтық норма, диспозиция, гипотеза, санкция. Өзіміз жеке әркім өз бағаланады. Ал енді балалар, мен сіздерде алдарыңызда, барлықтарыңызда біздің рухани құндылығымыздың ұлттық мұрасы болып табылатын қазақтың қара домбырасы. Бізде айтып кеткен, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп кеткен. Осы домбыраны мен бүгін сіздерге әкеліп тұрмын. Яғни бүгін қазір өздеріңіз кім қанша балл жинады, соның домбыраның несі арқылы, шегі арқылы, көтеру арқылы өздеріңізді бағалайсыздар. Түсінді қоя балалар. Және де балалар, бұл жерде айтатын нәрсе, мен сіздердің адал азамат екендіктеріңізге сенемін. Және де бүгінгі күндердің өткен тақырыпты, өздеріңіздің білімдеріңізді адал белгілейді деп ойлаймын. Мен сіздерге сенемін, оқушылар. Ал белгілеп шығамыз. Біз тестті орындадық, енді қандай сурет шықты мына жерде? Болжайықшы бүгінгі тақырыбын. Қылмыстық кодекс. Адам құқығы. Қылмыстық кодекске қылмыс туралы қылмысқа келтірген жалпы негізгі сурет. Яғни балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз қылмыстық құқық бұзушылық және қылмыстық жауапкершілікке тартылатын тұлғалар деген тақырыпта сабақ өтетеміз. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты қылмыстық теріс қылықпенен қылмыстарды нақты мысалдар арқылы қоғамға қауіптілік дәрежесіне сәйкес сипаттайды. Кәмелетке толмағандарды қылмыстық жауапкершілікке тарту ерекшеліктерін құқықтық жағдайы мысалында анықтаймыз болады. Енді осы тақырыпқа байланысты шамалы ғана видео тамашалайық. Бәріміз мұқият қараймыз балалар видеода. Осы біздің сабаққа қатысты бүкіл жағдайын айтылады. Ал қараймыз. Құрметті ата-аналар, сіздерге заң мен тәртіп қағидаты аясында кәмелетке толмағандардың жауапкершілігі туралы заңдарды түсіндіреміз. Қылмыс жасау Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188 бабына сәйкес 10 жылға дейінгі бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Өлең жасау Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 127 бабына сәйкес кәмелетке толмағанды жәбірлеу, буллинг немесе кибербуллинг жасау, ескерту немесе 10 айлық есептік көрсеткіш жазасы көзделген. Бұзақылық Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 193 бабына сәйкес 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Әлемде бір күннің өзінде миллионға жуық бұзушылық орын алып жатады екен. Енді олардың көбісі абайсызда жасалған қылмыстық құқықтар болса, кейбіреулері кәдімгідей саналы түрде жасалған қылмыс болып табылады екен. Енді балалар, біз білесіздер, бұл қылмыс деген нәрсе кеше бүгін ғана пайда болған жоқ. Бұл адамзаттың өмірге келуінен бастап келе жатқан әрекет екендігін бізге жазып кеткен жазба деректер мысал бола алады. Бізге білесіздер, тарихтан оқып жатырмыз. Соған мысал алатын болсақ, біздің өзіміздің қазақ тарихына алатын болсақ, 15-ші ғасырдан бастап қазақ хандығы құрылған кезден бастап алатын болсақ, Қасым ханның қасқа жолы бар, Есім ханның ескі жолы, Тәуке ханның несі, жеті жарғысы. Осы жердегі барлық қылмыстар балалар немен берілді ол кезде? Ереже арқылы берілген болатын. Ал қазіргі таңда бізде оны барлығы неде? Қылмыстық кодексте бап түрінде бізге заңмен бекітіліп беріп отыр. Яғни бүгінгі таңда балалар осы Қазақстан енді қылмыстық теріс қылық деген балалар қылмысқа қарағанда қоғамға қауіптілігі төмен әрбір бірақ та бәрібірде немен жазамен жазаланатын әрекеттің түрі екен. Енді балалар бұл жерде бәрібірде қылмыстық теріс қылық жасаған адамдар жазадан құтылып кетпейді. Ол міндетті түрде айыппұл алады.
қоғамдық жұмысқа тартылады және қамаққа алынады екен. Ал енді келесі қылмыс. Бұл қылмыстың өзі балалар 4 категорияға бөлінеді екен. Қараңыздаршы. Онша ауыр емес қылмыс дейді. Қасақана жасаған әрекеті үшін балалар 2 жылға дейінгі бас бостандығынан айырылады екен. Келесі ауырлығы орташа қылмыс. Бұл қасақана жасаған әрекеті үшін балалар 5 жылға дейінгі бас бостандығынан айырылады екен. Одан кейін ауыр қылмыс бұл жерде балалар қасақана жасаған әрекеті үшін 12 жылға дейінгі бас бостандығынан айырылады екен. Және де бізде ауыр қылмыс бар. Бұл жерде жасаған қылмысы үшін 12 жылдан аса, және де сіздерде кітапта көрсетіліп қойған өлім жазасы деп. Бірақ қазіргі таңда балалар бізде Қазақстан Республикасында өлім жазасы деген нәрсе алынып тасталып қалды. 2004 жыл мен 2020 жылдың аралығында Қазақстан Республикасының президентімен 21 жылдан бастап Қазақстан Республикасында өлім жазасы алынып тасталды. Түсінікті ғой? Және де оның орнына өмір бақи бас бостандығынан айыру жазасы қолданылып отыр. Және тағы бұл жерде айта кететін нәрсе балалар, осы өлім жазасы бізде тәуелсіздік алған күннен бастап 2020 жылға дейін балалар бізде Қазақстан Республикасында 536 өлім үкімі шыққан екен. 536 өлім үкімі. Өлім үкімі деген сөз балалар, ол ату жазасы. Енді ары қарай кеттік балалар, қараңыздар. Қылмыс субъектісі кім қылмыстық жауаптылыққа тартылады? Түсінесіздер ғой, 2 жылға дейін қызметпен айналысады. Келесі, өзінің кіріс көзі бар кәмелет жасына толмаған тұлға болатын болса, онда оннан 250 айлық есептік көрсеткіш бойынша ода түзеу жұмыстары тағайындалады екен. Ол деген сөз балалар, айлық есептік көрсеткіш деген бізде орысша айтқан кезде жақсы түсінеміз. Енді ол қатып қалған цифра емес, бізде білесіздер, жылда не істеп отырады, ақшаның ойнауына байланысты өзгеріп отырады. Енді биылғы бізде қарап отырсаңыздар, айлық есептік көрсеткіш балалар, бір айлық есептік көрсеткіш 3932 теңге. Оны бәріміз білеміз. Келесі, кәмелет жасына толмағандарды қоғамдық жұмыстарға тарту 40 сағаттан 150 сағатқа дейін. Енді бұл жерде балалар 16 жасқа толған адам болатын болса, өзінің жасына байланысты күніне 2 сағат қоғамдық жұмысқа тартылады екен. Ал 16-18 жасқа арасы болса, күніне 3 сағатқа дейін қоғамдық жұмысқа тартылады екен. Келесі, кәмелет жасына толмағандарды бас бостандығын шектеу 2 жылға дейін және бас бостандығынан айыру 10 жылға дейін, 10 жылдан аспау керек дейді. Енді шектеу менен бас бостандығын айыру деген 2 түрлі нәрсе бар. Шектеу деген сөз өзінің белгілі бір шектері болады. Яғни кешкі сағат 8-ден кейін сыртқа шығуға болмайды, болмаса адамдар көп жиналатын қоғамдық орындарға баруға болмайды, болмаса өзің тұрып жатқан жеріңді тастап басқа жаққа қарай кетуге болмайды деген өзінің шектері болады. Ал бас бостандығын айыру деген білеміз, бұл бізде 10 жылдан естемеу керек балалар, аспауы керек екен. Енді қараймыз, азаматтардың құқықтық сауаттылығының маңызы. Енді балалар бұл жерде біз айтатынымыз, қылмыстық құқық бұзушылық және жауапқа тарту тек қана заңгерлерге ғана емес екен балалар. Қазақстан Республикасын қорғауға, әділ қоғам құруымызға, құқықты тәртіпті сақтауға, қылмыстың алдын алуға көмектеседі екен. Және де тағы бір айтатын нәрсе балалар, бірлік пен ынтымақ болған жерде заңға құрмет жоғары болады. Естіп отырмыз ғой, ары қарай. Және де әрбір адам жауапкершілікті міндетті түсіне бастайды. Және де келесі өзінің басқа біреулердің де құқығын бұзуға тырысады. Ал ондай болатын сабақ түсінікті болса балалар, бүгінгі топтық жұмыс бізде онша ауыр емес қылмыс, ауырлығы орташа, ауыр және кәмелетке толмағандардың қылмыстары. 4 топқа 4 жағдаят беріледі балалар. Қылмыстық кодекс кітап сұрақтарыңызды ашып қолдансаңыздар болады. Осы жағдаятты талқылап шығамыз. Бірлігіміз бен ынтымағымызды сақтай отырып балалар, бір-бірімізге көмектесіп, топтық жұмысты бірге алып шығамыз. Барлығымыз бірдей атсалысамыз. Түсінікті ғой, төбесінде жағдаят тұр, арқаға қарай өздеріміз орындасамыз. Формулаға саламыз балалар. Алдарыңызда одан кейін әр топтың алдында балалар, қылмыстық кодексті қараңыздар, қылмыстық кодексті атап отырып жұмыс жасаңыздар.
бір балын шегеріп тастаймыз. Алтындайсыз. Атаңыздар. 18 жастағы талап әлеуметтік желіде фейк аккаунт ашып, әртүрлі топтар арасында жанжал туғызуға бағытталған жалған ақпарат таратады. Ол бірнеше ұлт өкілдері туралы жалған мәліметтер жазып, қоғам арасында сенімсіздік пен наразылық тудыратын пікірлер жариялайды. Бұл жазбалар көп адамның назарына түсіп, қаладай екі топтың арасында түсінбеушілік пайда болады. Полиция кибербөлімі фейк аккаунтты анықтап, авторының талғат екенін дәлелдейді. Сараптама оның әрекеттері ұлттық қалады. Аурухана қорытындысы бойынша оған жеңіл емес, орташа дәрежедегі денсаулыққа зиян келтірілгені анықталды. Бұл жағдаятта екі азамат арасында орын алған жанжалдың соңы қылмыстық құқық бұзушылыққа әкелген жағдай қарастырылды. Біз бұл оқиғаны 4К формуласы арқылы талдаймыз. Кімдер қатысты? Нұрлан қылмысты жасаған тұлға, Рустам жәбірленуші, медициналық сарапшы, дене жарақаттарын анықтайтын тұлға, куәгерлер жағдаятқа куә болған. Жасар саятты салып, теміржол вокзалының сақтау камерасына өткізді. Түнде саят сөмкеден шығып, бірқатар шабадандар мен сөмкелерден ақтан шықты. Ол ұрлаған заттар мен ақшаларын сөмкенің түбіне салып, таң алдына қайтадан сөмкеге кірді. Таңертең ерлан мен серік саяттың тұрған сөмкені алып шықты. Вокзал қызметкері ұстап алмайынша, олар бірнеше рет осылай жасаған. Барлық сома 50 мың теңгені құрайды. Бұл жерде қатысқан тұлғалар ерлан, серік саят, қылмыс жасаған тұлғалар және де адамдар тергеуші болды. Министрлік бұзушылықты нақты әрекеттің себебі болды. Тапсырма қанша минут бересіз? 2 минут па, 1 минут жетеді. Одан кейін балалар әр сұрақ өзінің ішінде секундпен белгіленген. Секундпен ғана белгіленіп тұр. Қараңыздар. Секундтан асып кетпесін. Әр сұраққа 40 секунд. Уақытта қараймыз, уақыт үнемдейміз. Ал бері қарай жібереміз. Кім болды? Маған көрсетеміз. және қылмыстық құқық бұзушылыққа тартылатын тұлғалар туралы білу не үшін қажет? Қылмыстық құқық бұзушылық және де қылмыстық құқыққа жауапты тартылатын тұлғалар туралы білу бүгінгі сағатта бізге не үшін қажет екен? Керемет жауап екен. Адамгершілік пен нені дедіңіз? Жауапкершілікті дамытады екен құқығымызды білу. Келесі Динаға түсін. Өзіне қарсы заңсыз әрекетті таңертең яғни ол кез келген жерден егер құқығын білсе, кез келген ситуациядан шыға алады екеніне ешқандай сынаған нелеріміз бар ғой, кондицияларымыз. Дәл сол сияқтығы үйден есеп келеміз, орында талқылап келеміз. Түсінікті ма, егер тапсырма қалар 25-26 параграфты оқимыз.